Сәлем достар, бүгінгі видеом құлпынай жайлы болмақ. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Құлпынайдың пайдасы мен зияны. Құлпынай шырынды, жарқын және өте дәмді жидек. Ол өзінің патша атауын толықтай ақтайды. Құлпынайдың адам ағзасынан тигізетін пайдасы мен зияны көп жағдайда оның қасиеттерімен анықталады. Жидек десерт ретінде ғана емес, сонымен қатар дәрілік және косметикалық мақсаттарда да қолданылады. Құлпынай керемет дәмнен басқа көптеген емдік қасиеттерге ие. Қазіргі диетологтар бұл жидек сұлулығын метаболизмді реттей алатындығымен құрметтейді. Ал заманауи аспаздық мамандар оның таңғажайып дәмі реңктерін жаңа тағамдар мен десерттерге айналдырады. Құлпынайдың құрамы. 100 грамм құлпынайдың құрамында 85 грамм су бар екеніне қарамастан, қалған құрам жай таңқаларлық және қоректік заттардың мөлшерімен қуантады. Құлпынай құрамында ақуыздар, көмірсулар, майлар, су және диеталық талшық бар. Оның химиялық құрамы дәрумендерге бай. Тиамин, холин, рибофлавин, лютеин, бета-каротин, пантотен қышқылы, аскорбин қышқылы, бетаин. Сонымен қатар ол әртүрлі амин қышқылдарына да бай. Барлық осы артықшылықтардан басқа құлпынай төмен калориялы құрамымен тартымды. 100 грамм дәмді, хош иісті жемістерде килокалория тек 36,9-ды құрайды. Құлпынайдың пайдалы және емдік қасиеттері. Құлпынайдың негізгі артықшылықтары. Олардың бай минералды құрамы және әрине олардың құрамындағы дәрумендер. Оны қолдану пайдалы дәрумендер мен минералды тепе-теңдікте сақтауға көмектеседі және ағзаның иммунды қызметін жақсартады. Құрамы бойынша бұл жидек жүрек тамыр жүйесін нығайтады, қан тамырларының қабырғаларын серпімдетеді, иммундық жүйені нығайтады, дененің аурулардан кейінгі қалпына келуіне көмектеседі, метаболизмді жеңілдетеді, ағзаны токсиндермен тазартады, асқазан ішек жолын жақсартады, іш қатуды жояды, анемиядан арылуға көмектеседі, қабынуға қарсы және дезинфекциялық қасиеттері де бар, диуретикалық әсер етеді, қан қысымын ақырын төмендетеді, гипертония мен жағдайды жеңілдетеді, көзді көру қабілетін жақсартады, көздерді аурулардан қорғайды, тоқтап қалған өт шығаруға көмектеседі, афродизиактың күшті қасиеттеріне де ие, жыныстық құмарлықты күшейтеді, антиоксиданттық қасиеттерге байланысты қартаю процесін баяулатады. Енді құлпынайдың қасиеттеріне толықтай тоқталып өтейік. Бірінші, құлпынай жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталған аурудың алдын алуға болады. Өйткені құлпынайдың құрамында холестерин деңгейін төмендететін элаговалық қышқыл бар. Сонымен қатар құлпынайдағы С дәрумені қан тамырларын қалыпты деңгейде ұстауға көмектеседі. Екінші, құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге жасап көріңіз. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге пайдаланып көруге болады. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұруға болады. Үшінші, құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері аурулармен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Төртінші,
Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құлпынайдағы антиоксиданттар кәрілікпен күреседі. Ол үшін түскі тамақтан соң 40 минуттан кейін құлпынай жеу қажет. 5. Құлпынай тісіңізді ағартады. Құлпынайдың құрамындағы С дәрумені тісті сарғаюдан құтқарады. 6. Көздің көруін жақсартады. Жыл өте келе көзіңіздің көруі де нашарлай түсетіні анық. Құлпынай құрамындағы С дәрумені органикалық қышқылдар, флавоноидтар көз ауруларының алдын алады. Бала тағамында құлпынай қолдану денені пайдалы заттармен қоректендіреді және кез келген инфекцияларға қарсы тұруға көмектеседі. Бірақ сіз оны нәрестелерге 7 айдан ерте емес және қатаң бақылауда бере аласыз. Өйткені құлпынай аллергенді болуы мүмкін. Құлпынайдың зияны. Өте сирек жағдайларда пайдаланған кезде организмнің осы жидекке ерекше реакциясы болуы мүмкін. Құлпынай денеге зиян тигізбейді. Бірақ егер сіз бірден жидектерді көп мөлшерде жесеңіз, аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Сол үшін оны мәзірге біртіндеп енгізіңіз. Ал құлпынайдың бет маскасын алдымен терінің шағын бөлігінде тестілеп көріңіз. Құлпынайды қалай таңдауға болады? 1. Сатылғанда құлпынайдың гүл сабағы да міндетті түрде сақталуы керек. Себебі гүл сабағының сақталу құрамында С дәруменінің қажетті мөлшері болуына кепіл болады. 2. Өте үлкен құлпынай жидектеріне қарағанда орташа және ұсақ жидектерінде дәрумендер көбірек болады. 3. Құлпынайдың беткі қабатында түрлі дақтар болмауы керек. Бұл құлпынайды өсіргенде химиялық заттар қолданғандығын көрсетеді. 4. Құлпынайдың ашық қызыл немесе қанық қызыл түрлерін кездестіруге болады. Бұл құлпынайдың өскен жеріне, түріне байланысты болып, әрқайсысының өзіндік дәмі мен ерекшеліктері болады. 5. Сапалы жидектердің табиғи жағымды иісі болады. Иісі байқалмайтын жидектердің химия көмегімен өскендігі белгілі болады. 6. Оның дәмін татып көруден қорықпау керек. Металдық дәм құрамындағы нитраттың көптігін білдіреді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоны соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.